Жаңа туған бала бір кесек ет қана деуге болады. Оның жан тұрмысы әлі білінбейді. Сондықтан ата-ана жас баланы тәрбие қылғанда күшінің көбін баланың дене тәрбиесіне жұмсауға міндетті. Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға болмайды. Жан дұрыс тәрбие қылынса болады, дененің қанша керегі бар деп ойлау дұрыс емес. Дене жанның қабы. Қап берік болса, ішіндегі зат та берік болмақ. Дене жанның құралы. Құрал мықты болса, иесі де мықты. Сау жан сау денеде ғана болады деген адамзат дүниесінің ескі мәтелі шын дұрыс мәтел. Жаңа туған баланы тәрбие қылуға кіріскенде, тәрбиеші төмендегі нәрселерді білуге, һәм істеуге тиіс. Дем алу. Жаңа туған бала 1 минутта 40-44 рет дем алады. Мұнан соң бірінші жыл бойына 35-40 рет, екінші жылда 28, үшінші жылда 26 рет. Сөйтіп, кеми 15 жаста 1 минутта 17-20 рет дем алатын болады. Міне, дем алудың осы мөлшерден артық, яки кем болуы баланың сау болмауын көрсетеді. Баланың дем алуын ояу отырғанда санау қиын. Ойнап қозғалып отырғанда дем алуды мөлшерден арттырып жібереді. Дұрысы, ұйықтап жатқанда санау. Тамыр соғу. Жаңа туған баланың тамыры 1 минутта 150 рет соғады. 2 жасар баланың тамыры 120-ға шейін соғады. Жеткен адамның тамырының соғуы 1 минутта 65-70-тен аспайды. Бала ояу отырғанда, әсіресе жылағанда тамыр соғуы жиіленіп кетеді. Мұндайда мөлшерлі соғудан 20-25 артық соғады. Баланың тамырын бала ұйықтап жатқанда байқау керек. Сонда белгілі мөлшерден тамыры артық я кем соқса, баланың сау болмағаны. Тамырын ұстаумен бір адамның ауру, сау екені білінетін болса, тамыршылық деген әулиелік емес екені өзінен көрініп тұр. Бірақ надандыққа не шара, біздің надан еліміз тамыршыны жынымен сөйлесіп, күбірлесіп, тәңірімен тілдесіп отыр деп біледі. Бала бөлмесі. Мұнау сөзді оқығанда атыңның басы тиіп, жорғасы қалып па дегендей, қазақтың өзіне үй бітіп, баласының бөлмесі қалып па деп күліп кекетуші де болар. Шынын айтқанда, қазақта үй дерлік үй бар ма? Жоқ, өнерлі елдің адамы түгіл малы жатпайтын бір былық қора. Қазақтың қысқы үйінің көбі, жермен жексен болып жатқан шымнан жасалған бір қуыс. Терезе деген тышқанның көзіндей бір тесік. Есіктен тесіктен, астан үстен аңырап тұрған су. Желдің жыбыр сөйлегенін, дауыл боранның адасқан аңдай ұлығанын естігін келсе, сорлы қазақтың қысқы үйіне кір. Шым қабырғадан төбедегі сирек салынған сырғауылдың арасынан сорғалаған су. Жер әбден саз. Босағада қатар-қатар малдың төлі. Иіс, қоқыс, түтін. Егер қазақ жаз шығысымен мынау сасық үңгір заңдемін тастап киіз үйге шықпаса, сөз жоқ, бірнеше жылдың ішінде қырылып бітер еді. Мінекей, жыл 12 ай ішінде 8-9 ай қазақ тұратын үйдің түрі осы. Әрине, мұндай үйде тұрған қазаққа бала бөлмесі пәлендей болсын деп айту тіпті орынсыз болар еді. Бірақ біздің үмітіміз келешекте сорлы қазақ мәңгіге сасық үңгірде құрттап, шіріп жата бермес, тұрмысын, үйін, күйін түзетер деп сенеміз. Бізді жұбататын ақынның әлгі өлеңі. Сөзге келейік. Бала бөлмесінің ішінде 5-6 куб сажын ауа болсын. Және жиі ауа жаңартылып тұрсын. Бала жататын үйде кір жуу, кір кептіру, кірлеген киімді тастау жарамайды. Себебі кірдің кірі бұл болып, ауа болып баланың ішіне кіріп, саулығына зиян келтіреді. Бала бөлмесінің жайлылығында бақылап тұру керек. Жаңа туған бала жататын бөлменің жылылығы Рюмер бойынша 17-18 градус, 1,7 мен 6,7 арасында 16-17 градус, сонан соң 15-16 градус болу тиіс. Қандай үйдің болса да жарық болуы керек болатын болса, бала бөлмесінің жарық болуы тым керек. Қараңғы үйде тәрбиеленген баланың өсуі шабан болады. Тамағы қанша жақсы болса да зағып, нашар болып өседі. Сондықтан бала жататын бөлменің жарығы мол болу керек. Бөлменің жарығы мол болу үшін оның терезелері не аузы түстік күншығысқа, не оңтүстік күн батысқа қарауы шарт. Терезелер тура оңтүстікке қараған бөлме қыстыгүні жарық, жылы болғанмен жаздыгүні ыстық, қапа болады. Ал енді терезелері солтүстікке түн жаққа қараған бөлме қашанда болса, һәм қай жақтан болса да қолайсыз. Сөз аяғында қазақтың киіз үйде бала өсіруі, асырауы туралы 1-2 сөз айтып өтейік. Бала тәрбиелеу үшін киіз үйді аса қолайлы деуге болмайды.
Аңғал-саңғал, ашық тесік киіз үй баланың жел тиіп, суық тиіп ауру болуына көп себепші. Бірақ баланы киіз үйден бір жола бездіріп алып кетуге орын жоқ. Киіз үйдің зиянды жағы болған сықылды, пайдалы жағы да бар. Әңгіме сол киіз үйдің ішінде баланы ұстай білуде. Шын таза ауа сол киіз үйде болмағанда қайда болады? Тегінде жаратылыспен бауырласып құшақтасқан, алдындағы малымен бірге жүріп, бірге өскен қазақ баласын аса нәзік қылып үлбіретіп тәрбие қылмағаны дұрыс болар еді. Бұл сөзбен мен балаңды баяғыдай шалбардың ішіне салып асыра деп отырғаным жоқ. Ол заман озды ғой. Әйткенмен де қазақ баласының тәрбиесі қазақ тұрмысына қабысуы мақұл.